Сонымен қатар мемлекет басшысы жұртқа жақын полиция қағидат орнықтыру бағытында жүргізіліп жатқан жұмыстарға тоқталды. Кез келген жағдайда біз азаматтарға қол ұшын беріп, көмек көрсетуге дайын болуымыз керек. Барлық азаматтың назарды жол жүру ережелерін мүлтіксіз сақтауға аудару керек. Тіркелу жағынан былтырғы жылдан 16,4%-ға төмендеген. 2023 жылға ауыр және аса ауыр қылмыстарды ашу республикалық индикатор деңгейі 68,9. Облысымызда жалпы 844 ауыр және аса ауыр қылмыс тіркелген болса, ашу көрсеткіші 82%. Жемқорлықпен күресу баршамыздың міндетіміз. Мемлекет басшысы 22-26 жылдарға арналған интегритет чек енгізу тетігін пысықтау негізінде департаменттің жеке құрамымен жиналыс өткізілді. Интегритет чек бойынша осы жай әншейін сөз емес, бұны көріп тұрсыздар. Айтыңдар, осыны жеткізіңдер, ертең көрсетіңдер.